Ассалаумағалейкум қазақ елі. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының тұрғынымын. Біздің Басқұдық ауылында әкім сайлауы болайын деп жатыр. Желтоқсанның 14 күні әкім сайлауы болады, селолық әкімді. Енді селолық әкімді сайлауға үкіметкерлерді қосайық десек, ауылдан бізге хабарламады, қандай құжаттар керек екенін айтпай отырды да. Сосын біздер барып сұрадық. Өзіміз 3 күн қалғанда жақындап қалды. Енді мына тіркеу, регистрация дейді ғой, тіркеу күні аяқталып қалатынға 3 күн қалғанда бардық. Неге бермей жатсыңдар біздерге деп. Бізге берді қағаз сол кезде. Берген қағаздың ішіндегі маған жинау үшін бір 10-15 күн керек. Себебі дейтін, мана қайтқан ағайын тумаларының төл құжаттарының түпнұсқасы деген сөздер бар ішінде. Ол үшін басқа облыстарға барып іздеу керек, сондай шаруалар бар да. Содан біздің ауылдан ешкім тіркеле алмай қалды. Енді 3 күн ішінде үлгермейді ғой. Енді соны сырттан 4 адам келіп отыр. Олар қалай дайындалған? Ондай құйтырқы әрекет жасау болмайды ғой. Олар 3 айдан бері дайындалып жүр ма? Оны бізге айтпай өздері дайындады ма? Бұл жерде айта кететін жағдай, мына конституция бар, ата заңның 3-ші бабының 3-ші тармағын бұзып тұр да. Билікті иемдену дейді ол. Иемдену дегенде мысалға бүкіл Қазақстан бойынша емес, бұл өздерінің өңірінің кішкентай билігін өздері билеп отыр да, өздері депутат сайлап алады, өздері сол депутаттар жиналып отырып қоғамдық кеңес құрастырып алады. Сосын манағындай селолардың әкіміне сайлау комиссиясы өз балдарын да қойып жатыр да. Бізде Баянды ауылы, Дәулет ауылына қойды. Енді біздің Басқұдық ауылы, сол Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылына тағы осындай келіп тұр да, құйтырқы әрекет келіп тұр. Бұны тексеретін орын керек. Неге жоғарыдан келіп тексермейді? Біз жоғарыға Астанаға хат жазамыз, олар хатты алады да Маңғыстауға жібереді. Маңғыстау біздің Мұнайлы ауданына жібереді. Мұнайлы ауданының өзінің қылмыстарын өздері әшкерелемейді ғой. Енді қашан тексеріс жүреді? Кеше президенттің кеңесшісі Отарбаев Мәлік Нұржанұлы келген, оны актив қарсы алды, шығарып салды деп айтты. Бірақ Фейсбукта жазғанда оны халықпен кездесті дейді. Халықпен кездескен жоқ. Халық кетіп қалғаннан кейін білді. Енді сол үшін манағы Отарбаев Мәлік Нұржанұлы сияқты кеңесші келетін болса, или келетін болса емес, келу керек. Мына қылмыс істі қозғау керек. КМБ құлақтарың алтын сырға естіп отырсаңдар, осыған іс-шара қолдануларын сұраймыз, ауыл тұрғындары болып. Хатта жібереміз, екі өтінішпен де жібереміз.